Сіз әлем ұмытқан, уақыт тоқтақ қалғандай көрінетін, үнді мұхитының хош иісі аңқыған жер туралы естігенсіз бе? Көкжиекте жасырынып жатқан Комор аралдары архипелагы бұл басқа әлем. Кішкентай болса да, тартымды аралдарда адамдардың жылуы мен жақындығы көне құпиялармен үйлеседі. Мұнда әйелдер өздеріне күйеу таңдап, отбасының басшысы болады. Бұл әлемдегі ең сәнді парфюмерияларда қолданылатын, сезімталдық пен нәзік күштің иісін алып жүретін қымбат гүл, илаң-илаңның хош иісімен байланысты ерекше мәдениет. Ғасырлар бойы Комор аралдары Африка, Арабия, Парсы және Еуропа кездесетін орынға айналып, сирек кездесетін мәдениеттер тоғысқан. Бұл жергілікті тұрғындардың бет әлпетінде және баяу өмір ырғағында көрініс табады. Әлі күнге дейін түтіні шығып тұрған Картала тауы бар бұл жанартаулар елінде адамдар гранд марияж, үлкен неке деп аталатын салтанатты тойлар өткізеді. Және адамдардың ақыл ойын басқаратын, көзге көрінбейтін жындарға сенеді. Комор аралдары бұл жай ғана арал емес. Сұлулық пен сенім, қаншалықты нәзік немесе иррационал болса да, өз тарихын тыңдауды ұмытқан әлемде мақтанышпен өмір сүре алатынын еске салатын мекен. Мадагаскар мен Мозамбик жағалауының арасында, Үнді мұхитының ортасында орналасқан Комор аралдары уақытта және картада жоғалған Африка мемлекеті. Бұл әлемдегі ең аз танымал және ең аз баратын орындардың бірі. Бірақ сонымен бірге ең әдемі, сезімтал және таңғажайып жерлердің бірі. Архипелаг 4 негізгі аралдан тұрады. Гранд Комор, Мохели, Майотта. Оны Франция талап етеді. Және Африканың ең әдемі әйелдерінің отаны саналатын Анжуан аралы. Көптеген адамдар бұл аралдар туралы естімесе де, олардың құпияларын зерттеуге батылы бар кез келген адамға көп нәрсе ұсыналады. Архипелагта табиғаты бұзылмаған жағажайлар, тропикалық ормандар, белсенді жанартаулар және фантастикалық кітап беттерінен түскендей жарқын мәдени әртүрлілік бар. Алайда оны ерекше ететін тек қана әсем пейзаждары емес, сонымен қатар құпияларға, төзімділікке, бірегей рәсімдер мен дәстүрлерге толы тарихы. Сұлулық тарихтың, генетиканың және аңыздардың үйлесімі бола алатынын ойлағансыз ба? Комор архипелагында ол Африканың ең әдемі әйелдерінің отаны ретінде белгілі Анжуан аралында айқын көрінеді. Негізінен мұсылман қоғамындағы әйелдердің құқықтарының кеңеюі және олардың маңызды рөлі, полигамия сияқты дәстүрлерді сақтау, бірегей сұлулыққа ие қауымдастықтың қалыптасуына ықпал етті. Мұндағы әйелдердің терісі қомыр алтын түстес, нәзік бет әлпеті және табиғи әсемдігі бар. Бұл ғасырлар бойы банту мен араб гендерінің араласуының нәтижесі. Бұл аралдарда әйелдер күші дәстүрлі билерде, әсіресе тойлар мен мерекелерде де көрініс табады. Ең танымалдарының бірі Маулида Шенге. Бұл биде әйел денелері көне әндердің ырдердің ырғақты, әсем қозғалыстармен сырғанап билейді. Бұл қалау, күш және рулық байланысты білдіретін қасиетті және сезімтал тіл. Әдетте оны тек таңдаулы ер адамдарға ғана көруге рұқсат етіледі. Афродизиак өсімдіктер гүлдеп, әйелдер терлеріне сезімді оятатын хош иістерді жағатын Комор аралдарында
Кейбіреулер осындай сұлулықтың артында табиғаттан тыс күш бар деп сенеді. Ақсақалдар жындар күшті және жиі жұлымдық тілектері бар, көзге көрінбейтін рухтар мен жын шайтандар ер адамның денесіне еніп, оның эмоцияларын басқара алатынын айтады. Әсіресе ол коморлық әйелге құмарлықпен қараған кезде. Елдің негізгі діні араб саудагерлері әкелген ислам. Ислам полигамияға рұқсат бергенімен, Комор аралдарындағы көптеген отбасыларда билік ерлердің емес, әйелдердің қолында болады. Әйелдер бостандығы мұнда тартымды және таңқаларлық. Олар көбінесе көлеңкеден басқарады. Отбасылық қаржыны бақылайды. Ең маңызды мәселелерді шешеді. Және ең бастысы күйеуін таңдайды. Күйеу таңдау әйелге байланысты. Бұл тәжірибе әйелдерге өз өміріне айтарлықтай билік беретін әлеуметтік құрылымнан туындайды. Сонымен қатар, көп әйел алуға рұқсат етілгенімен, ол тек барлық әйелдердің келісімімен ғана мүмкін болады. Осылайша, әйелдер бұл мәселеде шешуші сөзге ие. Архипелагқа бару үшін ең қолайлы айлар мамыр мен қазан аралығы. Бұл кезде ауа райы құрғақ және теңіз тыныш болады. Комор аралдарына жету оңай емес. Европадан немесе ақш-тан ұшсаңыз, Гранд Комор аралындағы Ханзада Саид Ибрагим атындағы әуежайға келмес бұрын, Дубай немесе Адис Абеба сияқты ірі тораптарда ауысып отыруға тура келеді. Аралда жүру қиын болуы мүмкін. Сондықтан жергілікті гидті жалдау ақылға қонымды шешім болады. Батыс туристерінің көпшілігіне виза қажет. Оны әуежайдан алуға болады. Шығындар тұрғысынан Комор аралдары бюджеттік бағыт. Негізгі тіл Комор тілі. Сонымен қатар француз және араб тілдерінде сөйлейді. Бұл кішкентай кедергілер қиындық туғызып қана қоймайды. Сонымен қатар Комор аралдарының түп нұсқалығы мен жабайы табиғатын қорғайды. Аралдардағы дәстүрлі үйлер жанартау жынысы мен пальма сияқты табиғи материалдардан салынған. Бұл қоршаған ортаға тамаша сәйкес келетін бірегей эстетиканы қалыптастырады. Кейбір ауылдық жерлерде әлі күнге дейін ер адамның бірнеше әйелі болуы мүмкін гарема көне дәстүрі сақталған. Бұл әдеттің бастауы отбасылық одақтарды нығайту қажеттілігінде. Алайда бұл дәстүрде шешуші сөз әйелдерде қалады. Комор аралдары жанартаулар елі. Мұнда бірегей жер бедері мыңдаған жылдар бойы сейсмикалық белсенділікпен қалыптасқан. Ең көрнектісі Гранд Комордағы Картала. Ол әлемдегі ең белсенді жанартау болып саналады. Оның күшті атқылаулары, күкірт газын алып жүретін түтін бұлттары бір мезгілде жұмбақ және алаңдатарлық пейзаж жасайды. Комор аралдарында ең тартымдысы жанартаулар немесе мөлдір теңіз ғана емес, сонымен қатар жергілікті тұрғындардан шығатын рухани тартымдылық. Мұндағы сезімталдық, нәзік тері мен ақылды қозғалыстардан бастап, тартымды көздерге және әсем билерге дейін барлығын қамтитын рухани энергия. Комор әйелдері күш пен нәзіктікті, жұмбақтық пен жылуды үйлестіреді. Жергілікті тұрғындар алыстан келген қонақтарды жиі үлкен әлемге ашылған терезе ретінде қарсы алады. Әйелдердің билігі мүлікті басқаруға дейін жетеді. Бұл елде ер адам үйленген кезде ол әйелін өзіне алмайды, керісінше оның үйіне көшеді. Әйелдер жерді мұра етеді, бала тәрбиесін шешеді және маңызды отбасылық мәселелерді шешеді. Бұл үнсіз матриархат Комор аралдарының әйелдерінің бүкіл ұрпақтарын қалыптастырды. Күшті, әдемі, ұстамды,
бірақ өте ықпалды. Ауылдарда жиі ерлер сөйлейді, ал әйелдер шешеді деген сөзді естуге болады. Гранд марияж, ұлы той. Африкадағы ең қымбат той болып саналады. Бұл бірнеше күнге созылатын мейрам. Онда ер адам өзінің адалдығын, мәртебесін және мәдениетке деген құрметін көрсету үшін өте көп ақша жұмсау керек. Мал құрбан етіледі. Жүздеген қонақтарға тамақ беріледі. Зергерлік бұйымдар мен тіпті үйлер сыйға тартылады. Бұл мерекенің маңызы материалдық сыйлықтардан асып түседі. Бұл рәсімсіз ер адам саяси қызметке немесе қоғамда құрметке қол жеткізе алмайды. Гранд марияж әлеуметтік жетілудің, адалдықтың және құрметті нығайтудың символына айналды. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, көп рахмет. Енді арнаға жазылып, лөпіл басып, пікір қалдырыңыз. Ол маған үлкен шабыт сыйлайды. Келесі видеода кездескенше, көрермендерім.